Құрметті көрермен, педагог жазушы Ыбырай Алтынсарин шағын әңгімелер арқылы балалардың санасына мейірімділік, қайырымдылық іс-әрекеттерін бере отырып, балаларды мейірімділікке, бауырмашылдыққа, кішіпейілдікке тәрбиелейді. Ыбырай Алтынсариннің осындай ұлағаты мол тәрбиені көздейтін шығармасының бірі «Шеше мен бала». Олай болса, «Шеше мен бала» атты әңгімесінен көріністі Төле би атындағы номер 8 гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің ұстаздары назарларыңызға ұсынады. Құс сатамын, құс сатамын, құс алыңыздар. Құс сатамын, құс сатамын. Құс сатамын, құс алыңыздар. Құс сатамын, құс сатамын. Құс сатамын, құс алыңыздар. Ой, мынаның шиқылдауын қараш, жапшы аузыңды. Тыныш. Құс аламыз, құс аламыз, құс алыңыздар. Құс аламыз, тыныш. Шиқылдай бермеш. Адина, қараш ана баланы. Кәне. Әні. Құсты қорлап тұруын қараш. Естейміз, а? Сатып аламыз банағы апамның берген ақшасына. Апама не дейміз? Құс сатып алдық деп айтамыз. Енді солай қорлап тұрғанына шыдап тұрамыз ба? Жүрші, Амина, жүрші. Әй бала, құсыңды маған бересің ба? Қанша бересің? Мә, барымды ала қой. Мә. Бірақ сен маған уәде бер, екінші керет құстарды ұстап алып қорламаймын де. Жарайды, уәде беремін. Рахмет. Құсым-ау, сен ана тентек бала әбден қорлады ғой. Сен негізі еркіндікте ұшу керексің ғой. Бары көк аспанда ұша ғой. Әлгіні қайда қойдым екен, а? Жадымнан бір шығып кете береді. Мүмкін мынау сандықшама салдым бекен. Қарап көрейінші. Мұнда да жоқ. Қайда қойдым екен? Енді есіме түсті ау. Есімнен шығып кетіппін ғой, қызыма берген екенмін ғой. Қызым! Ал апа, бергеле қойш. Қызым, мен жоғымды іздеп таппай жүрмін. Нені? Әлгі саған берген ақшамды айтамын. Қайда қойдың? Ақшаны ма? Біреуге бердім. Біреуге? Кімге бердің? Бір тентек балаға бердім. Мұнан бұлай тентек болма деп берген шығарсың. Рас апа, тентек болма деп бердім. Ол бір құсты ұстап алып, қорлап тұр екен. Құста Құдайдың жәндігі емес пе? Әрине. Бізде құста жан-жануарлардың барлығы Құдайдың жаратқанымыз. Әлгі бала құсты ұстап алып, сатайын деп жүр екен. Құсты көрсеңіз ғой, солдай ап кеттім, шиқылдап тұрды. Сол бала құстың аузын қысып қояды. Шамасы Құдай тағала естіп қоймасын деді-ау деймін. Сонда сен не қылдың? Лайым бір жақсылық жасаған шығарсың. Мен құсты сатып алып, оны қоя бердім. Мен істеген сауап емес пе? Әрине сауап балам. Бишараларға қайырымдылық жасағаның ол үлкен сауап. Әлгі балада қай жетіскенін сатып жүр дейсіз? Мен де соны ойлаймын. Кім жетіскенінен сатады дейсің, қызым-ау? Амина? Алып кетай. Мана құс үшін ақшамның барлығын бергенім дұрыс болды, я? Иә, бірақ апатай, біз әпкем екеуміз бәстесіп едік. Ол балаға құстың бәсі не деп те сұрамай, ақшасының бәрін берді. Мен айттым, құстың бәсі не деп сұрау керек еді. Қайсымыздікі дұрыс? Қызым, сенің бұл ісіңді мен дұрыс деп есептемеймін. Себебі ақшаңның барлығын манағы балаға беріп қойдың. Ал егер манағыдай бала тағы саған жолықса, ақшаңның барлығын алдыңғы балаға беріп қойдың. Соңғы балаға не бересің сонда? Онда апа мен сізге келер едім. Ал менде ақша да, мал да жоқ болса қайтесің? Онда білмеймін. Қызым, ойланып барып жақсылық жасау керек. Ойланып. Көбірек жақсылық етуге шабам келсін десең, әрбір нәрсеге күтіммен қарау керек. Тиындап жинап, тиындап тарата білу керек. Әлгі баланы айтам.
құстың құнын сұрап берген ақшаңды аз сынса, сонда ғана сен барлық ақшаңды беруің керек еді. Тоқтай тұршы қызым, тоқтай тұр. Ол соншалықты барлық ақшаңды сыпырып алатындай не құс өзі? Білмеймін, апа, сұрамадым да. Өзіңіз айтушы едіңіз ғой, жақсылық жасасаң, атын да сұрама, жария да қылма деп. Иә, солай шырағым, солай. Апа, әлгі құсты қоя бергенде қуанғанын көрсең ғой. Қалбалақтап барып ұшып кетті. Содан соң әлгі балаға ескерттім. Сөйтіп уәдесін алдым. Бұдан былай құстарды қорлама дедім. Дұрыс жасағансың, қызым. Осы әрекетің үшін тағы саған теңге беріп қояйын. Келесі бір жақсылығыңа тағы бір жарап қалар. Ала қой мінекей. Рахмет, апа, Алла жар болсын. Қызым, сен әрдайым осындай рахымды бола біл. Мұның үшін саған Құдай рахым етер. Әумин. Амина, Амина, келе қойшы бер. Қыздарым, бүгінгі сендердің істеген амалдарыңа қарап, мен өзімді сондай бақыттана сезініп тұрмын. Менің берген тәрбием текке кетпеген екен. Қазір ғана ыстық бәліш пісіріп едім. Сонымен әңгіме дүкен құрып шай ішейік. Жүріңдер, қыздар.